Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен People's Book'тың Part 2 екінші бөлім Lesson 10 10-шы сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Look, read and number дейді. Қара, оқы және номерін қойып шық дейді. Бірінші қараймыз мысалға. What's this? Мынау не деп тұр, я? It's a pen дейді, я? Мынау не? Бұл ручка деп тұр. Міне, нөлді қойған. Келесін аударамыз. What are these? Мыналар нелер, я? They are desks. Desks деген бізде парта, я? Яғни мыналар нелер? Бұлар парталар. Яғни мұнда бірді жазамыз. Келесі. What are these? Мыналар нелер? Бұлар нелер дейді? They are sharpeners. Sharpeners деген бізде ұштағыш, я? Бұлар sharpeners дейді. Яғни биға біз екіні жазамыз. Дейді. What's that? Бұл не? It's a school bag, я? Диға біз үшті жазамыз. Келесі. Exercise 2. Look, read and write. Қара және жаз дейді, я? Оқы дейді. Қарайдық. It's a short. Ең қысқа дейді, я? Ең қысқа деген pencil деп тұр. Pencil деген бізде қарандаш, я? Қарандаш. It's a big. Ең үлкен. Не мұна бізде? Дәптер ма? Дәптерді біз қалай айтамыз? Notebook дейміз, я? Жазамыз. It's a small. Ең кішкентай деп тұр, я? Кішкентай бізде не? Өшіргіш. Өшіргішті біз rubber дейміз, я? Келесі, ең ескі дейді, я? Ең ескі бізде не? Кітап, я? Кітапты біз не дейміз? Book дейміз. Ең жаңа не бізде? Sharpener, я? It's long. Ең ұзын деген бізде ruler. Ruler дегеніміз сызғыш, я? Next exercise 3. Look, read and underline дейді, я? Қара, оқы және домалақта белгіле дейді. There is a pen on the book дейді. Мынау ручка in the ішінде, кітаптың ішінде тұр дейді. Яғни инді белгілеген. Келесі. There are two rubbers. Екі өшіргіш қайда тұр дейді? Астында тұр. Астында біз under дейміз, я? Үшінші. There is a pencil. Ручка. In деген ішінде, on деген үстінде. On the pencil case. Үстінде деп тұр, я, суретті. Яғни онды белгілейміз.